Саламатсыздар ма балалар? Мен сіздерге бүгін өзіміздің жерлесіміз балалар әдебиетінің жазушысы Мұрат Байділдаұлының балалық шаққа саяхат атты кітабындағы адасқан құмырсқа ертегісін айтып берейін. Баяғыда бір құмырсқа әлдебір қандастарына өкпелеп өз илеуінен кетіп қалған екен. Көк шалғын шөп арасында жүрген ара мен қоңыз бен ұшатын жәндіктермен дос болып сол жерде өмір сүрген екен. Көк шалғын шөптің ішінде өзінің илеуін жасап құмырсқа достарына еңбекқорлығымен ұнаған екен. Күндердің күнде құмырсқа қарны ашып қатты тамақ іздеуге кіріседі. Жалғыз аяқ жолға түсіп келе жатып, тамағын іздеп жан-жағына қарап келе жатады. Құмырсқа қараса, үлкен асқабақ дәні жатады жолдың жиегінде. Әлгі дәнді асқабақтың дәнін көтеріп, ары-бері көтере алмаған соң, әбден шаршаған құмырсқа достарын іздей бастайды. Достарын іздеп араға келеді. Ара, көмектесе көр, ана дәнді көтере алмай жатырмын, маған дейді, көмектесші дейді, көмегін сұрайды. Ара болса, мен саған қайдан көмектесе, менің жұмысым шаш етектен, көрмейсің бе? Мен гүлдің шырынын іздеп жүрмін, шырынын жинап жүрмін. Мен анау қырға да, ойға да баруым керек, қаншама гүлдерге баруым керек, қанша қашық жерге баруым керек ұшып. Менің уақытым жоқ, саған көмектесетін деп өзінің жөнімен кете барады. Содан Қарақоңызға келеді. Қарақоңыз, маған көмектесші берші, ана асқабақтың дәнін көтере алмай жатырмын, илеуіме жеткізейін десем жеткізе алмай жатырмын деп көмегін сұрайды Қарақоңыздан. Қарақоңыз болса, қайдағы бір дәнді айтасың, қайдан көмектесе маған, ол маған неге керек? Одан да мінекей көрмейсің бе, мен өзімнің сиырдың жаппасынан қаншама күлше жасап жатырмын, ол күлшені мен ініме жеткізуім керек. Сен одан да маған сиырдың қай жерде жаңадан түскен жаппасын болса айтпайсың ба дейді, деп өзінің жөнімен кете барады. Қарақоңыз да көмектеспей қатты қапаланып, екі досына өкпелеп, құмырсқа көңілі түсіп, қабағы түйіліп, аш құмырсқа келе жатса, жол жағалауынан өздерінің достары, қандастары құмырсқаларды кездестіреді. Құмырсқалар бұның жабырқап жүрген түрін көріп, ой бауырым-ау, өкпелегіш, саған не болған, қабағың түсіңкі, түрің болса солыңқы, жүдеп жадап кетіпсің ғой, деп бауырлары қалын сұрасады жан-жақтан құмырсқалар. Саяқ жүрген құмырсқа мән-жайдың бәрін айтып беріп, ақ көңіл достарынан қатты риза болады. Риза болып, құмырсқалар жаңағы бірігіп, қабақтың дәнін өз үйлеріне алып барады. Құмырсқа ақ жүректі достарына, ақ пейілді туған туысқандарына қатты риза болып, кешірім сұраған екен өзінің білместік жерінен. Содан бері құмырсқа қанша қиналса да, өз туған туысқандарынан ажырап кетпейтін болған екен балалар. Көрдіңдер ме балалар? Туған туысқандармен ажырамай өмір сүру керек екен. Ал енді балалар, осымен ертегім аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңдар балалар.